кеміріп жеп жатыр басымдай. Өлем қазір мама, сылдырып барады. Сүйек-сүйегімді қолап барады мама. Ақша тауып берші маған. Жалаусуыңа мама, ақша тауып берші. Не? Жалаусуыңды өлімге қиясың ба? Қане, мама, өтінем. Қалай ғана жалаусуыңды өлімге қиясың? Ақша тапшы маған. Тап! Ақша тап деген соң тап, мама! Мама, неге үндемейсің, а? Мама, бірдеңе деші. Жалғызым, ұлым, ақ сүтімді есірткіге айырбастадың-ау, құлыным. Ақшаны да бердім, барымды бердім. Сені емдетем деп, үйді де саттым. Сені осы тозақтан құтқарамын деп, барымды салдым. Ұлым, нашақорлық күйігіңді көтере алмадым. Қайке, сен менің кеткенімді де білмей қалдым, ұлым. Мен бұл өмірден қош айтысқа құлына. Бала, құшақтай алмайтыныма кешір мені, кешір. Жоқ, анашым, тоқташы анашым, мені тастамашы. Бәріне кінәлі менмін білем. Мені жалғыз тастамашы анашым, өтінем. Тоқташы, өтінем анашым, тоқташы. Кетпеші анашым, тоқташы. Мама. Мама, мен әжемді түсімде көрдім. Әжемді түсімде көрдім дедің бе, балам? Я, әжем ақ бұлттың арасында қалқып ұшып жүр екен. Жақсы түс екен, ұлым. Ол маған қарап, қол бұлғады, күлді. Әже, мама екеуміз самолетпен ұшқанда саған барамыз дедім. Мама, папам әжемнен бұрын өлді ме? Неге түсіме кірмейді? Я, бұрын өлген. Әкең туралы көп сұрақ қойы берме, балам, жарай ма? Түсіме енсе, ол да ақ бұлттың арасында жүре ме? Білмеймін қай бұлттың арасында жүрген. Ол өлгені қашан. Түрін де, өзін де ұмытып қалдым, балам. Кешірші. Онсыз да тірі өлікпін. Бұл менің сүйіп қосылған жарым. Есірткіге еліріп, аяғы ауыр кезінде қатты соққыға шығып, онымен қоймай қансыратып, шашынан сүйреп, үйден қуып шықтым. Ұлым бар ма? Жоқ па? Осы уақытқа дейін бір хабарын алған емеспін. Өлді демегенде оған не деу керек? Мен ұлымсыз да тірі өлікпін. Керек жоқ, екпеңдер таста деймін. Міне, қараңдаршы, мен өлем. Естемесіңдер, мен өлем. Ертең, бәлкім бүгін, тоқтаңдар деп олай жасамаңдар, тоқта. Әке-шешем мен сүйген жарымды, ұлымды құша алмады. Тоқтамасаңдар, менің жолымды құшасыңдар. Таста деймін, таста. Уақытша бақыттың соңында мен секілді өмір сүргім келіп жанталасатын сәттің туатынын
білмейсіңдер, ақымақтар. Тоқтаңдар, тоқта! Полиция мырза, менің өмірім үшін күрескен сәттеріңізге күлгенім, жек көрген кездерім үшін кешірім сұраймын. Сізге жалғыз өтінішім бар. Айтыңыз. Менің ең соңғы сәттегі өзегімді жарған өкінішімді, өмірге жалбарынған соңғы сәтімді мен секілді адасқандарға жеткізсеңіз екен. Олар маған ауырсынғанды басатын дәрі-дәрмек, залалсыз деген. Олар маған бір ғана дозадан тәуелді болмайсың деген. Олар маған тамшыларға бола есірткіге тәуелді болмайсың деген. Олар маған ең тәтті ләззат, өмірдің ләззаты осы есірткі. Табыс көзі осы. Есірткімен айналыссаң, бай боласың деген. Бұның бәрі өтірік, жалған. Сенбеңдер. Бір рет дәмін көрген адам тоқтай алмайды. Бұл психологиялық тәуелділік. Бірінші татып көргеннен ақ ағзада тәуелділік туғызады. Мен де есірткіден бас тарта алмай қалдым. Жалғыз өзі есірткіні қолдануға қорыққан адам міндетті түрде досын жанына қосып алар. Қасыңдағыларды да жаумайсың. Өтірік, оларға сенбеңдер. Жас ғұмырын есірікшілікпен шырмап, көктей солған қаншама ұл қыздарға айтарым, ешкімге сенбеңдер. Ал менің өмір сүргім келеді. Естимісіңдер адамдар, менің өмір сүргім келеді. Жалынан бір үміт берші. Соңғы рет бір үміт берші. Әр сағатыңды, әр минутыңды, жоқ, әр секундыңда адамша өмір сүріп, бойымдағы бар талантымды айналамай берем. Өмірім далмаш. Дүниені менше сүйіп, менше шерген кім бар екен? Енді менде бақытта, берекеде, мансапта, тіпті денсаулықта жоқ.